Сәлем көрермендер. Иммунитетті көтеретін, қан азық кезде гемоглобиніміз төмен болады. Сол кезде мына осы үш қоспаны пайдаланып, мед қосып пайдалансаңыздар, пайдасы өте зор денсаулыққа. Міне 200 грамм грек жаңғағы, 200 грамм өрік кептірілген, 200 грамм мейіз. Әбден жуып, осындай қолмен өткізетін, мәсіреппен өткізіп жатырмын. Міне осыны енді ыдысқа саламыз. Мына жерде мен 1 литрлік банка дайындап қойдым. Жуып, міне қақпағы бұралатын әртүрлі ыдыстарға сала беруге болады. Мына жерде 1 стакан мед, майский таза мед болу керек. Осы қоспаны мына ыдысқа саламыз. Барлығын толтырып салып, үстінен медті құямыз. Толтырып. Жас келіншектерге гемоглобині төмен болған кезде, я болмаса күнделікті өзіміздің жаңағы шаймен ішуге де, иммунитет көтеруге де, балдарға да беруге де болады. Осыны құйғаннан кейін бұл енді қазір толады, түбінде стаканның түбінде шамалы қалады. Бір күн я болмаса 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, бұл медтің бәрі астына қарай сіңіп төмен түседі. Содан соң қалған стаканның түбінде қалған медті қайттан құйып жібересіздер. Содан кейін барып, бір 4-5 күнге қойып қойсаңыздар, әбден үш қоспа медқа араласып, әбден сіңіп дайын болады. Содан кейін күнделікті шайымызға, азанда аш қарынға 1-2 қасық пайдалансаңыздар болады. Көріскенше сау болыңыздар.